Бағана перегармен біреу сөйлеп еді, бұл микрофон мас болып тұр. Әлібек өлең сөзге еттау деймін, жоқ екен мына сенде тоқтау деймін. Мына мені шақырып ап өзің сөйлеп, тұратын бұл Әлібек беттау деймін. Осы той болады деп алып ұшып, Дидарда Алматыдан жетті-ау деймін. Бірақ мынау мені екінші столға бірақ шығарды, осылай өз амалын нетті-ау деймін. Микрофонда иіліп кетіп жатыр, сені тыңдап бұл да шаршап кетті-ау деймін. Міне келді осы тойдың бас құдасы. Менің құдам Қайрат, саған 10 мың беріп жатыр, ниеті оның әйбат. Менің құдам Қайрат, мен де 1-2 шумақ шығардым ғой. Қарасай маған жайлап. Құда болсаң Қайрат, сделай все әйбат. Красавчик Қайрат. Жүрегі жұмсақ, басы болса да тайғақ деп шамалғырып қойшы. Дидар, досымды қайдан табам сіз секілді? Саған дос табылмайды біз секілді. Мен туралы сен олай жаман ойлама, жаман ниетіңнен үш жетіңді. Көктем болып бағана кіріп едің, неге пейіл жасайсың күз секілді? Тойға шығармай жатсам себебі бар. Досым менімен ұзақ болсын деп ем сіз секілді. Тойға шықпағандықта менен көресің ба, байға шыға алмай жатқан қыз секілді. Сондықтан да ақыным келді ғой деп, аямай қолдарыңды соғып тұрғын. Құда болып жайғасқан төрімізге ассалаумағалейкум қоңыраттар. Қашандан арқа жұрты қар орман ғой, ақ көңіл, ақ ниетті адамдар ғой. Қанжығалы қоңырат арасына құдалықтың іргесі қаланған ғой. Серік болсын серіге шығамын деп, әсел қыз тотыдайын таранған ғой. Оңтүстіктің қыздары осал болмай, бойындағы өнері саналуан ғой. Нәр алып Жетісайдың топырағынан, Қайрат менен Гүлжаннан нәр алған ғой. Өз қызындай көрсекен қанжығалым адамзатта анадан таралған ғой. Иншалла тастай батып судай сіңсін, қыз бала жат жұрттыққа жаралған ғой. Бас құда айналған осы тойдың сорпасына, салып жатсың Дидардың қалтасына. Тезірек Қайрат аға орныңа баршы, тамада құламай тұрғанда шалқасына. Ол үшін неге нервің тозып жатыр? Бас құда тойхананы кезіп жатыр. Дидарға қалтасына салып еді, Әлібек көрсетпей қол созып жатыр. Шалқастан құламай тұрғанда деп, осындай бірдеңені сезіп жатыр. Қанжығалылар қарап қалам екен, қоңыраттар сіздерден озып жатыр. Қанжығалылардың атынан тігілген ғой, мен имам шапан сияқты. Бұна тігілген көрдім, Дидардікі тігілмеген мысалға. Әлібек сөзіңді жұрт ұғу керек. Қалай бұл сөз айтқанда ұғу керек. Менің қалтам тігілген деп жатсың ғой. Ақшаны бірдеңе қып тығу керек.
сөзімді қайта бөліп жатсың. Неліктен ондай сөзге күлу керек? Осыған қарағанда қалтаң демес, мына сенің аузыңды тігу керек. 702 441 93 43. Алибек дейді, но его друзья Дидаром называют. Мне закиньте, я ему перекину. Альхамдулилля. Қазір күшті бірдеңе айтады. Саған қанша жібергенін білесің бе? Каспий жарқ-жұрқ етіп тұресің де. 2-3 теңге жіберді, жылайсың ба, күлесің бе деп отырсың. Знаю. Это айтыс так называется. Айтыс. Тут свои тарифы. Каспий менен жақсылап жіберіпті. Сен болсан комиссия ұстап шірендің ғой. Ол кісінің Каспиймен жібергенін аяқ асты аралғып жібердім ғой. Коланы біз зиян деп айтамыз ғой. Негізі зиян жағы көп екен деп. Нүрекеңде таңғалып отқан шығар. Коланың да пайдасы бар екен деп. Әсел қыз текті жерге келіп жатсың. Ат-енең өз қызындай қабылдасын. 90 сөздің түйінін айтар болсам, бастарыңнан бақ құсы арылмасын. Ниеттің әрқашанда оңы болсын, ырыс пен несібенің молы болсын. Тұрғанда тәтті ауыздың дәмі кетпей, осымен арнауымның соңы болсын. Әлі де айта берер шаман бар ғой, талмайтын тамадаңның қолы болсын. Арнау айтқан дидардай ұлдарыңа соғылған ағайынның қолы болсын. Екі жасқа тілейтін тілегім сол, әрдайым жорыққандау жолы болсын. Талғаттай ағамыздың шаңырағы тек қана қуанышқа толы болсын. Эх, жаным күн ойна, бүгін күндей күн қайда, әуен етіп ән салсам, ағайынға қылмайда, соғындар күн қайда. Екі жастың тілерім ашық болсын жолымна, қошеметі халықтың көрдің қатты соғылар. Құда болып кеп отқан қайдасыңдар қоңырат, қоңыраттар қиқулар, қатты қолырат. Эх, жаным күн ойна, бүгінгі дейін қайда, әуен етіп ән салсам, ағайын қоқырмай ма, қиқулаңдар мұндайда. Дидар Хамиев, 4-ші класстан бастап екеуміз осылай соғысып келеміз. Ойлаш, құрдаспыз, сырласпыз, кейде майдандаспыз, кейде мұңдаспыз. Бір-біріміз үшін өмірде тұрғанменен сахнада бет қаратып тұрмаспыз. Біз сол үшін құрдаспыз. Мен саған нені айтайын, ашты тигіздің, оны да біраз байқайын, басымды нағып шайқайын. Жанымыздан кетпесе де бүкіл қайғы, Әлібек сенің аузыңа жұтылмайды. Сен құсап домбыра тартып ойланып тұрмасаң да, Әлібек те қара сөзден ұтылмайды. Кейбір кезде мен сабыр сақтадым ғой, басыңа бермеу үшін бүтін қайғы. Мен саған бірақ ақыл айтайыншы, қарғаның көзін қарға шұқымағанмен, арғынның көзін арғын шұқымайды. Айтса берген. Мен сені беттен алған жоқпын досым, әдетте мұндай жерде аспадым ғой, арғынның көзін арғын шұқымайды деп, маған адалдығыңды растадың ғой, көзімді шұқымасаң да Әлібек-ау біраз жерімді шұқылап тастадың ғой. Әлібектің аузын түгу керек қой деп, абыройымды көрсеттің нөл секілді. Аллаға шүкір, күнімді осы күніме осы средаға ауыстырып тұр, тамадасы болған соң мен секілді. Жарты арнауың ақша жинаумен өтіп кетті, жағдайменен дүние тең секілді.
Құдай менің аузымды емес қалтамды тіккен дүниешіл болып кетпесін деп сен секілді. Короче, мощный отыр, бір мәшіне дайындандар бас сөйлеу. Дейсің мәшіне тіккен жөн секілді, оны да қолдап отқан ел секілді. Дүние ойламайым қалтамды тіккен ғой деп, сөйлейсің ел алдында ер секілді. Костюмың просто новый болып тұр ғой. Әйтпесе, демейм сені кем секілді. Әйелің соны ашып бермейді ме? Тамадалықты айтасың, шен секілді. Ақша жинаумен уақыты өтті дейді. Терезесі менімен тең секілді. Мен ешкімден бастап ақша сұраған жоқ. Басқыда өзі шықты ер секілді. Сол кісі маған салып жатқан кезде сұрап алған жоқпын ғой сен секілді. Әлібек әрбір жолдың жанын білет. Где чотам тойда бәрін сәнін білет. Я Шымкенттен басқыда шықты мана. Ол да осы қара сөздің дәнін білет. Басқаларды білмеймін, просто именно Шымкенттен бір нәрсе алсам жаным керет деп шапалақ қойсын. Айтыс болғасын, сонымен қызық, қара өлеңнің айналмасын, заты мұңға. Өкпелеп осы айтысты бастаған өзің едің, Әлібектің батырып отын мұңға. Мен ертерек шығуым керек еді, үйіме ертерек бару керек деп, көңіліңнің қалдырдың заты мұңға. Өйткені бұны үйінде әйелі күтіп отыр, шатырын қалдырмайтын шатырына. Еще болар елдің баласы бірін-бірі батыр деп, өзін батырға теңеп жатыр мына. Ағайын қол соғыңдар батырыңа, қорқатын үйдегі қатынынан деп шапалақ қойсын. Айналайын таңертең жұмысым бар. Жұмыс істеп адам өмір сүру керек. Сен құсап тек тойғып той басқармайды бұл досыңыз. Оны да құлағыңа ілу керек. Сен сияқты түске дейін ұйықтамаймын, таңертең жұмысыма тұру керек. Мен тек қана Аллаға бағынамын, отбасымның жанынан табыламын. Сапарда жүргеніме біраз болды, есіне сен секілді қағынамын. Ешқашан ағай қатынымдан қорықпаймын, тек қана көп көрмесем сағынамын. Менде ақым болмаспын санамдаспай. Дос болғасын сенімен қалжыңдастым, битер десен кетерек араласпай. Болды онда қатының атсансайшы, менімен жарты сағат жағаласпай. Болды енді дидарды қайтарайық. Қайтсайын.